Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін өте жеңіл әрі оңай дайындалатын бавариялық тәтті дайындаймыз. Алдымен жұмыртқаның сарысы мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне сүт, ерітілген желатинді қосып, массамызды оттың орташа температурасында қайнатамыз. Масса қайнай бастаған кезде видеодағыдай қоюланып, біркелкі сары түске боялады. Қайнап бастаған кезде 2 минут от тастап, содан соң алып тастаймыз. Массамыз жылыған соң үстіне қатық және де ванилинді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді кез келген сүт немесе шырынның кез келген төртбұрышты қалпына алып, массамызды құямыз. Содан соң тоңазытқышқа кемінде 4-5 сағатқа жібереміз. Массамыз қатқан соң осылай сыртын сүртіп алып тастаймыз. Осымен тез әрі оңай жасалатын бавариялық тәтті дайын. Тәттіні кез келген жеміс-жидекпен әрлесеңіз болады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.